Арма қазақ, мен бүгін мына қазақтар бұрынғы замандарда тұмар таққан ғой, сол туралы айтайын деп тұрмын. Тұмарды үшбұрыш болған ғой, үшбұрыш таққан. Мен бұрын бұны түсінбейтін негізі. Үшбұрыш не себепті үшбұрыш қылып алған деп. Сол кейіннен өзім оқығандарымды қорыта келсем, мына шыршаны алыстан қарасаң, жол секілді үшбұрыш болып тұрады ғой, алыстан ұзақ жол. Сол ұзақ жолға жауынгерлер шыққан кезде, жауынгерлердің соғысқа біздің бабаларымыз ғасырлар бойы соғысқан ғой, бүкіл адамзатпен. Адамзатқа дұрыс өмір сүруді үйрету үшін ғасырлар бойы соғысқан. Шумерлік кезеңнен бастап. Содан мына ұзақ жолға шығып барамыз деп шырша секілді сол тұмарды үшбұрыш қылып алған. Сосын тұмар деген түркінің көне тілінде тума деген туған деген сөз екен де, туған жер деген сөз ол. Содан ішіне топырақ салған. Қай жерде өлсек те бір уыс топырақ бұйырсын деп, сол тері өндірісі мықты болған ғой біз, тұмар теріден жасаған, соны ішіне салған, соны буып қойып мойындарына салып жүрген. Одан ол тұмардың қасиетін кетірген кейіннен. Мына ислам келген кезде қожалар келе бастады ғой енді. Қожа сопылар. Сол кезде олар ана бұрынғы қасиетін, бұрынғы мәнін жойып, ішіне қағазға қағаз болса сол кездерде қағаз келе бастағанда сиямен мен дұға жазып берем деп, арапша боқтап жазды ма, даттап жазды ма, ешкім білмейді. Үшкіртем деп ана қағазға жазып, сиямен тұмардың ішіне сап, мойнына тағып жүр деп. Қазір енді имамдар айтып жатыр ғой, сен дейді мына дәрігерге барсаң, саған рецепт жазып береді ғой дейді. Соны сен сатып алмай, мойнына тағып жүрсең, сен жазып кетпейсің ғой дейді. Енді әрине ол дұрыс. Сондықтан оны тағып жүргеннен ештеңе жоқ дейді. Ештеңе өзгеріс келмейді дейді. Қағаз сабасаң дейді. Енді оны негізі ислам кіргізіп отыр ғой, қағазды сап, үшкіртем деп дұға жазып берсем, ол керемет болып кетеді деп, сол қожа молдалардың кіргізген нәрсесі ол кезінде. Шын негізгі түпкі мағынасы сол топырақ салған. Қай жерде өмірден кетсем де туған жерімнің бір уыс топырағы бұйырсын деп тұмарды. Ал ана үшбұрыш жасайтын ұзақ жолда жүреді ғой үнемі, шырша. Шырша алыстан ұзақ жол секілді болып көрінеді. Содан кейін елға деген сол ғой, елға кейіннен елка болып кеткен ғой. Алыстан шыршаны қарасаңыз ұзақ жол секілді. Түпкі мағынасы сол себепті тұмарды таққан бабаларымыз. Қазірде үшкіртем дұғаны оқытып ішіне жазып алам демей, егер шынайы қазақтың сол дәстүрімен тұмар таққыларыңыз келсе, топырақ салып жүру керек ішіне, туған жердің бір уыс топырағы, қай жерде өмірден кетсем де, сол бір уыс топырақ басыма бұйырсын деген мағына. Енді мына Меккеге барып жатқандар енді өліп жатыр ғой, аратта күресінге күрегендей, күреп апарып, бір жерге апарып күреп лақтыра салады ғой, ешқандай жуындырмайды да оларды. Ақыреттік малын да таратпайды, жанға азасын да салмайды. Ит секілді апарып, иттен де төмен қорлап көме салады ғой. Сол кезде тұмар балаларында жанында жүрсе, бір уыс топырақ болса, барып аталардың басына салады ғой. Бірақ мұсылман адамға бәрібір ғой, ит сияқты апарып көме салды ма, күресінге апарып 100 адамды апарып тастай салады екен ғой, апарады екен де, күресінге апарып күреп апарып енді трактормен, андай арнайы нелер бар ғой, андай тракторлар бүйтіп үстіне қойып, соны апарады екен де, төңкере салады екен. Болды, жуындыру да еш нәрсе жоқ. Сондықтан бауырлар, қазақ болып туғандарыңа сендер қуаныңдар. Жанға азасап, адам сияқты қазақтар қояды ғой. Сол тәңірлік жоралғымен, сол анау сақ заманда, арилық заманда қалай көнген ата-бабаларымыз жерге қалай жерленген, бертінгі мына 7 ғасырда күлтіге мына бұмын қағандар қалай жерленген, қазірде қазақ солай жерленіп отыр, сәл өзгеріс бар. Сондықтан ғой мына қазіргі исламша жерленгенге намыстанады, өздері біледі, намыстанады. Негізі исламша жерленсе, сол Мұхаммед Расул секілді, сол сахабалар секілді чөкелетіп отырғызып, 1,5 метр көміп жерлесе алушы еді. Жалпы енді айтады ғой, біздің мәдениетіміз бәрі исламнан келген деп.
енді Құдай бетін ары қылсын, исламнан еш нәрсе бізге келмеген. Қазақта былай айтады ғой, жақсы әке балаға 40 жыл азық дейді. Мұхаммед Расулдың ең жақсы көретін қызы болған ғой Фатима. Күйеу баласы өзінің бауыры болған, оны да жақсы көрген. Сонда қайтыс болды ғой, енді ол кісі қайтыс болған. Сонда кешке қарай, әлі жерге көмбеген, кешке қарай қайтыс болған ғой. Сол кезде таққа таласып, Омар Мұхаммед Расулдан кейін мен халиф боламын деп, сол кезде Осман Фатимаға жүгіріп келген ғой, сен Омарға ант бересің, ант бер деп. Өлсем де ант бермеймін деген ғой. Мен өлсем де оған ант бермеймін деген, басын имеймін деген. Сол кездегі адамзаттың асылы деген сахабасы Нәйіс қой, Нәйіс, былайша айтқанда азғын адам. Фатиманы, Мұхаммед Расулдың ең сүйікті қызын, екіқабат сол кезде, шымырандай ол кісі екіқабат туайын деп жүрген, қабырғасына тепкен ғой. Жауының қызын адам қабырғасына теппейді ғой, екіқабат болса, өлтірсе өлтіріп тастар, бірақ қабырғасына теппейді. Содан байқұс оңалмай, баласы түсіп, 1-2 айдан кейін өлген ғой, әкесінен кейін. Сонда өлерінде айтқан ғой, әлі мысалы Фатиманың зиратын ешкім білмейді, қай жерге жерленген. Зират жоқ қой енді оларда, бірақ көмілген жерін шамамен өңбесін ешкім білмейді. Күйеуін айтқан ғой, мен өлгеннен кейін анадардың сықсыңдап келіп, менің басымнан келіп кешірім сұрағанын қаламаймын. Ешкімге көрсетпей, енді өлетін білген ғой, қатты ауырып бала түскеннен кейін. Көрсетпей апарып көмса деген, түнде апарып деген. Түнде апарып көмсаған. Қазақ айтады, жақсы әке балаға 40 жыл азық дейді. Ал имамдар ұрып жатады ғой, әкеңді көрген өлмесін деп. Исламда ондай жоқ. Енді Мұхаммед Расулдан артық қандай адам керек? Енді Мұхаммед Расулдан артық қандай жақсы әке керек балаға? Соның қызын анандай қылып тастаса. Енді дәл қазақ тұрса сол кезде, мен мысалға арабтарды мүлде ұнатпайтын адаммын мен. Анадардың Құдайды қорлаған үшін ұнатпаймын мен оларды. Құдайдың сондай деңгейге түсірген үшін, Құдайды қорлап, Құдайды диктатор қылып, Құдайды бір өзіне паралатын адамның деңгейіне түсіргеннен кейін, диктатордың деңгейінен төмен түсіргеннен кейін оларды ұнатпаймын. Соның өзінде егер мен сондай жағдайда тұрсам, ана Фатиманы Османның теуіп жатқанын көрсем, мен сол кезде соны басында қолына көбалда тұрса, көбалды мен өлтіруші едім. Екіқабат әйелді. Әрбір қазақ сөйтуші еді. Сонда арабтар еш нәрсе демеген. Өйткені оларда біздің қазақтың тәңірлік танымы жоқ. Тәңірлік таным бәрін реттеп кеткен ғой. Олар түсінбейді оны. Жақсы әке балаға 40 жыл азық деген. Жолдас болғаннан кейін бір-бірінің баласына қамқор болу деген түсінбейді. Қамқорлық енді қазір жазатын шығар мұсылмандар. Дұрыс қой енді, ол деген каратист болған тепкен, дұрыс деген Фатиманы тепкен деп. Сондай халық олар. Сондай халықты бізге мәдениет, бізге дәстүр үйретеді дейсіздер. Олардың бүкіл кітаптары жиналып келіп, бүкіл сахабасы жиналып келіп, бүкіл Расулдың жиналып келіп, бәрі жиналып келсе де, біздің қазақтың мұрасының қолына су құюға жарамайды. Енді ойлап көріңіздер. Мұхаммед Расул араб халқының басын қосқан ұлы реформатор, шешелерін үйленіп жүрген, Нәйіс болып жүрген кезде халқын дүзеп, сәл-сәл дүзу жолға сап кеткен. Соның арқасында қазір адам болып отыр олар. Осы деңгейге жетіп. Соның қызын сол күні жерге әлі қоймаған әкесін қабырғасына теккен. Енді бұны имамдар айтпайды, мұндай нәрселердің бәрін жасырады. Келесі жолы мен Әл-Фараби туралы да айтайыншы, Ибн Сина туралы. Бүгін ұзақ болып кетеді. Осы сенбесеңіздер имамдардан сұраңыздар, қалай теуіп өлтірген. Аман болыңыздар.